Ассалаумағалейкум қазақтар. Қазір мына Ирандағы мына соғыс болып жатыр. Америка құрама штат, Израиль Иранға қарсы, аятолла режимге қарсы соғысып жатыр. Менде көптеген кісілер сұрап жатыр, бізде кімде қолдауымыз керек? Америка құрама штат, еврейлер мен Израильмен немесе Иранды, шиит Иранды қолдауымыз керек. Қазіргідей біз ана шиит болса, суннит болса, біз бәрі мұсылманбыз ғой. Мен әжем айтқан, біз бәрі мұсылманбыз ғой. Ол 4 жасынан бастап 5 уақыт намаз оқыды, мынандай ораза ұстаған. Сол біз бөлудің қажеті жоқ. Біз бәрі мұсылманбыз. Бірақ аятолла режимді мына шын айтса бізге жақын емес қазақтарға. Қазіргідей мына көріп білесіз ғой, көріп отырсыз ғой. Ирандар аятолла ана басқа елге ана ұшқышсыз ұшу аппараттар, мына шахет деп жеткізеді. Мына осы шахет аппараттармен, ұшқышсыз ұшу аппараттармен мына Украинадағы мына кішкентай балдарды, әйелдерді өлтіріп жатыр ғой, өкінішке орай. Сондықтан егер мынандай басқа ел Қазақстанға шабуыл жасаса, мына Иран осы шахет оларға жеткізеді. Қандай білесіз ғой, не болады олар. Сондықтан ұшқышсыз ұшу аппарат бізге ұшып келеді. Құдай сақтасын, солай болады. Сондықтан бізге қазір тағы да не айтайын. ақш олар, Америка құрама штат, олар қазір исламға қарсы соғыспайды. Соғыс емес, соғыспайды. Олар мынада диктатор режимлерге соғысып жатыр. Мысалы мына биліктен Америка қазір біреудің одақтастарын, білесіз ғой, да, биліктен тайдырып жатыр. Мысалы кімді тайдырып жатқан? Қазір Кристиан Мадураны, Алавит Асадты және аятолланы биліктен тайдырды. Жауларымыздың одақтасы неғұрлым аз болса, олардың бізге шабуыл жасау ықтималдығы соғұрлым аз болады. Мынада диктатор көбінесе Америка құрама штат алып тастаса, бізге жақсы болар еді, мен ойымша. Тағы да еврейлерге қарсы біз қалай қарауымыз керек деп айтады. Не істеуіміз керек деп айтты, көптеген сұрап жатыр. Біреулер көріп білесіз ғой, да, біреулер сырттан қазақтар еврейлерге қарсы қойғысы келеді. Еврейлер әлемді қазір басқарып жатыр. Ақша мен қаржының басқарайды. Егер біз қазақтар қазір еврейлерге қарсы сөйлей бастаса, қазақтың жаулары мына еврейдің элитасына барады, көрсетеді, мына қараңыз. Мына сіз қазақтарды қолдайсыз, ал олар антисемиттер, ал олар қазақтар кімдер? Еврейлерге жек көреді деп айтады. Еврейлер қазақтарды келімсектер деп санамайды. Олар біздің келімсектер жаулар деп санамайды. Еврейлер бізді әсіресе мынадай бір еврейлерде бір тайпы бар, ашкенази. Олар өздеріне оларға жақын деп санайды. Мен осы тақырып туралы бір бағдарлама жасаймын, түсіремін. Сол мына еврейлер генетикалық тұрғыдан бізге, мына қазақтарға, түрк әлеміне олар жақын. Сондықтан қазір қазақтар біз аман қалуымыз керек. Сондықтан егер біз әлемдегі еврей элитасын өзімізге қарсы қойсақ, бұл қазақтар үшін де, Қазақстан үшін де ақыр заман болады. Бітеді ол.
сон бітеді олар. Өйткені олардың ақшасы көп, мынандай күш көп қазір еврейдің. Сондықтан бізде ештеме еврейлерге қарсы айтпауымыз керек, жігіттер. Мен ойымша, еврейлер олар батыс әлем елдерімен, Америка құрама штаттарымен бірге кеңес одағын құлатты. Қазір еврейлер басқа елді күйретіп жатыр, дүр сілкіндіріп жатыр. Сол себептен бізге қазақтарға бұл өте жақсы. Өте жақсы. Солай ғой. Тағы не айтайын? Бізге шын айтса, қандай болса да аятолла режимде мына Иранда демократия болса да, бізде қазақтармен, олармен келіссөздермен жүргізу керек. Бейбіт өмір сүруіміз керек олармен. Өйткені олар біздің көршіміз, ал көршілер мұны таңдамайды. Кім болса да, ол мысалына үйде таңдайды. Сіз кетіп қаласыз, басқа қалада басқа көшіп кетесіз. Ал мына мемлекеттің көршілер таңдамайды. Бізге Иранның демократиялық вообще жақсы болар еді. Орталық Азия, Қазақстан одақтасы болуға бізге өте жақсы болса. Ал Қазақстан Иран арқылы Парсы шығанағына мұнай құбырын салуын біз қалаймыз. Өйткені біз, сендер білесің, басқа елге арқылы біз құбырын жеткіземіз өзіміз мұнай. Ол әрқашан әртүрлі мынандай мәселе жасап жатыр олар. Сол айтқым келеді. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыз.